Так жігіттер, бүгін Ләмін Жамал бастаған, артынан Рафиня, Педри, анау мынау ұхит-чұхиттар қоштаған Барселона былайынан ұстап ап, бұрышқа тақап ап, Ньюкасл ыңқ еткізіп, азалар мен бекаларды таң қалдыратын ойын бола ма, немесе Ньюкасл жаңа қорған ауыздарын айға қаратып Барселонаны ендігер футбол ойнамайтындай режимге түсіріп қоя ма? Кім қалай ойлайды, комментарийға жазыңдар. Бірақ Барселона тура кешегі Атлетикаға қарсы ойында ойнайтын болса, енді таза қазақша айтқан кезде Ньюкасл тебе не поздоровится ана жерде. Енді сұрапылдық деңгейінде ойнап кетті ғана Ләмін Жамал. Масқара кәдімгі. Сезбей, чух етпей, шапалақ пақ ет Ньюкаслды келесі кезеңге негізі өтіп кету керек. Өйткені составы да, игроктары да, ойын өрнегі де Ньюкаслдан бір бас болмаса, екі бас жоғары. Білмеймін енді, безобид Ньюкасл биыл өтте нестабильный сезон өткізіп жатсыңдар. Так что мен Барселона келесі кезеңге өтіп кетеді дегенге смело сеніп тұрмын. Сен ше?